Кешіріңіз. Қайтадан мен айтайыншы. Қазақтар бала туғаннан бастап, қазақтардың арасында бала туғаннан бастап әртүрлі салт дәстүрлер бар екен. Әсем мұғалімдің шешесі маған мысалы баланы бөпенің бесікке салу салт дәстүрлерді көрсеткен. Сөйтіп ауылда 2 жыл тұрғанда мен сол қазақтардың балаға байланысты салт дәстүрлерге қызға бастағанмын. Сосын осы салт дәстүрлерін зерттейін деп ойлағанмын. Жақсы. Екінші сұрағымды қойғын. Кім сізге қазақ тілін үйретті? Сіз қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Кім үйретті қазақ тілін? Қалай үйрендіңіз дейді. Иә, сұрағыңыз түсінікті. Мен бірінші Қазақстанға барғанда қазақ тілін онша білген жоқпын. Жапонияда Киото университетте оқып жүргенде, Киото университетке Қазақстаннан келген бір студент, аспирант болған. Сол кісінен сәлеметсіз бе, рахмет сияқты оңай сөздерді бірінші үйренгенмін. Бірақ онша сөйлей алған жоқпын. Алматыда 1 жылдай болғанда қазақ тілінің мұғалімінен қазақ тілін үйрендім. Бірақ Алматы қаласында сол уақытта 90-шы жылдың аяғында қазақ тілінде сөйлей алатын кісілері онша әлі көп болмаған. Сондықтан қалада менде практика аз болды. Көбіне орысша сөйлеп жүргенмін. Сосын Баянауыл ауданы сол Тендік ауылға барғаннан кейін бәрі қазақша сөйлейді. Сол ауылда 2 жыл көріп, үйренгенмін. Қазақша сөйлейтін болғанмын. Жақсы, рахмет. Тоқа. Түсінікті. Неге Жапон елінде қырқынан шығару 32 мен 31 күндері шығарылады екен. Себебі не дейді? Себебі енді қалай айтсам екен, енді кез келген халықта өздерінің дәстүрі бойынша салт дәстүрлерді істейді. Енді қазақтарда 40 күні сол Қарады, иә, 40 күні болса, жапондар арасында 30 күні болады. Енді сәби осы дүниеге келгеннен кейін әлі, қалай айтсам, әлі сіз бұрын жағдай болмағанда енді бөпе өте кішкентай кезінде қайтыс болатын жағдайда болды. Сондықтан енді 30 күні немесе 40 күні байқап күту керек деген сондай ой енді қазақтар арасында да, жапондар арасында да болған деп ойлаймын. Енді сол 40 күні немесе 30 күні өткеннен кейін, енді осы бала о дүниеге келді, енді бір айдай өмір сүрді, енді ары қарай да жақсы өсетін шығар деп қалай айтсам екен, ары қарайда өсетін шығар, енді Құдай соны қорғап бала жақсы өссін деген сондай мағынада 30 күні немесе 40 күні өткеннен кейін арнайы қайтадан Құдайдан сол қамқорлықты сұрайтын салт болатын сияқты, меніңше. Синтоизм деген не? Синтоизм деген Жапонияның өте көне дін. Жапонияға буддизм келгеннен кейінгі халық арасында болған дін.
қазір сол шинтоизм мен Жапонияның көне діні мен буддизм араласып тұр. Қалай айтсам екен? Шинтоизм деген ғылыми сөзбен айтқанда анимизм деп айтады. Табиғи, мысалы ағаш, су сияқты сондай табиғи табиғаттың ішінде құдай бар деп есептелген. Мысалы қазақтар арасында да Тенгриге бұрын сенген ғой. Сол сияқты Жапонияда да сол табиғатқа сену деген салт діні болған. Түсінікті. Неге балалар мектепке көктемде барады? Сакура ағашы оған байланысты ма? Неменеге байланысты дедіңіз? Сакура ағашы оған байланысты ма? Сакура гүл. Жаңа көктемде балалар мектепке барады екен. Сіздер жақта. Бізде қыркүйекте барады ғой. Сіздерде көктемде. Сол сакура ағашы гүлдеген кезде барады деп бір мәліметіңізді айтқансыз. Соны Арқат кішкене түсінбей тұр екен. Неге көктемде мектепке баратынды мен білмедім. Бірақ сол енді Европада, Америкада қыркүйек айында бірінші мектепке баратынды білеміз. Бірақ Жапонияда бұрыннан көктем кезінде сакура гүл бастайтын кездеріңіз. Гүлдей Жапонияда бастағанда, иә? бұрыннан көктемде сакура гүл гүлдейтін уақытта мектепке барады деген сондай салтымыз солай. Түсінікті. Тағы да сұрақ қойшы. Қандай сұрақтарың бар? Болды. Бәрі түсінікті ме? Сұрақ қой. Только сіздерде балаға есім қоюды туралы айтып өтсеңіз, қалай балаға ат қояды? Жапонияда бала туғанда тұңғыш бала болса, әдетте атасы немересіне ат қояды. Сосын туғаннан 7 күні өткенде бала туды, осындай ат қойдық деп туыстарға, жақын кісілерге, көршілерге хабарлайды. Туыстарды, көршілерді шақырып тойлайды. Жақсы. Бізге ұқсас екен. Бізде де тұңғыш баланы Арқаттың есімін атасы қойыпты. Тұңғыш бала болғаннан кейін. Ұқсастықтар осы жерде бар екен. 7 күн. Сосын убую туралы айтсаңыз, Жапон елінде жаңағы жуындыру туралы. Бізде 40-нан шығарады ғой, сіздерде. Бізде 40-нан шығару салтым жоқ, бірақ бала туғаннан кейін бірінші шомылдырады. Бала туғанда бірінші шомылдыратын салтымыз бар, соны убую деп айтамыз. Ол әдетте әжесі немесе босанған әйелдің енесі шомылдырады. Онда шомылдыратын суға кейбір жерде тұз салады екен. Онда тұз салғанда бала жақсы өседі, тұмары тимей, денсаулық мықты болады деп айтады екен. Бізде де тұз қосып жуындырадық. Бізде бірақ баланың 40-нан шыққанға дейін тұзбен, сабынмен солай шомылдырады. Баланың денесі шымыр болсын деген мақсатта. Ұқсастықтар бар екен. Сосын тағы да сіздерде балаға байланысты қандай салттар бар айтсаңыз. Жапонияда
екі қабатты болған әйелі екі қабатты болғаннан 5 ай өткенде шинтоизмдің ғибадатханасына барып жеңіл босануға болатындай құдайдан қамқорлық сұрайды. Сосын бала туғаннан кейін сол 7-ші күні ат қояды. Сосын 30 күн өткеннен кейін шинтоизмдің ғибадатханасына барып тойлайды. Одан кейін 100 күні өткеннен кейін окуизоме деп айтып, тағамдарды сәбиге жегізеді. Шын мәнінде жегізбейді. Жегізетінде көрсетіңіз бар. Ол бала ауқатты болсын. Енді өмірше ылғи ауқатты болып өмір сүруге жазсын деген сондай мағынада істейді екен. Туыстар, отбасы, туыстар жинап тойлайды. Сосын тосау кесу салты бізде жоқ. Бірақ енді шинтоизмдің ғибадатханасына ол бала болсын, қыз бала болсын, 3 жаста қайтадан барып, құдайдан қамқорлықты сұрайды. Сосын ол бала 5 жаста, қыз бала 7 жаста қайтадан ғибадатханаға барып тілек тілейді. Сосын Жапонияда ол балалары күні, қыз балалары күні дегені болады. Ол балалары күні мамыр айдың 5-і, қыз балалары күні наурыз айдың 3-і. Енді жылы сайы тойлаймыз. Енді сол бала туғаннан бірінші қыз балалары күні, ол балалары күнінде ата әжесі сыйлықты сыйлайды. Ол бала болса, бұрынғы самурайлардың бас киім. Самурай деген Жапонияның бұрынғы солдат. Соның бас киімін сыйлайды. Қыз бала болса, хан және хан айымның қуыршағын сыйлайды. Бала жақсы өссін деп. Жапон елінде той... Сұрақтар бар ма? Жапон елінде той қалай өтеді? Мысалы, баланың әрбір Үйлену той несі. ма? Мысалы, балалардың салт дәстүріне байланысты той жасала ма, қалай өтеді дейді. Қандай тағамдар саласыздар сіздер? Жапонияда жапондар қазақтар сияқты көп туыстары, көршілері жинамайды, кіші қолым той болады. Енді қонақтар үйге келуі мүмкін, ресторанға баруы мүмкін. Енді тағамдарының айырмашылығы көп. Көбіне балық жейді. Ет онша жемейді. Тойда балықты жейді. Сосын көкөністерді көп жейді. Жақсы, Тоқа. Сізге рахмет көп. Тағы да кездесерміз, сөйлесерміз. Рахмет сізге. Арқат. Арқат айтады, өте қызықты болды. Сізбен байланыс айтшы өзің. Өте қызықты болды. Үлкен рахмет сізге. Сау болыңыз. Саған да рахмет. Сау бол. Сау болыңыз.